Бірінші мойын омыртқасы атлант немесе атлас басқа омыртқалардан өзінің денесі болмауымен ерекшеленеді. Себебі эмбрионалдық даму барысында өзінің денесін екінші мойын омыртқасының тісіне беріп жіберген. Атлант омыртқасы алдыңғы доғадан аркус антериор және де артқы доғадан аркус постериордан құралады. Әр доғаға сәйкес өзінің төмпешіктері болады. Туберкулум антериор алдыңғы төмпешік және де артқы төмпешік туберкулум постериор. Туберкулум постериор басқа омыртқалардағы процессус спинозустың рөлін атқарады. Атлант омыртқасының екі доғасын байланыстырып тұратын массалар болады. Масса латералис. Масса латералистің үстінен екі құрылым өтеді. Біріншісі оның буындық беттері жоғарғы буындық бетімен шүйдемен байланысса, төменгі буындық бетімен екінші мойын омыртқасымен байланысады. Фасцис артикуляция. Екінші құрылымы ол оның жүргелері. Бұл жүрге арқылы омыртқа бағаның артериясы өтеді. Және де көлденең өсінділерінің тесігі арқылы төменге немесе жоғарыға қозғалады. Келесі маңызды бөлігі оның алдыңғы доғаларында орналасады. Фавея дендис, тіс шұңқыршасы. Тіс шұңқыршасы екінші мойын омыртқасымен байланысу үшін қажет. Екінші мойын омыртқасын алып тастасақ, тура көре аламыз. Атлант омыртқасының тіліктері болмайды және де басқа өсінділері жоқ.